Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн күзетіп ан отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған, жаудыраған. Әкесі ау, баланың қалжылдап ауырып жатқанын көріп отырсын. Тым құрыса әлгі тәуіп шалды шақырып баламызды емдетейік. Балапаным ау, құлыным ау. Анасы ау, көз жасыңды тый, жамандық шақырма. Мен кеттім, тәуіп шалды шақырып келейін. Аманбысың қарағым, қош көрдік. Баламыз ауырып неден етсенін білмей сізді шақырғанбыз, қош теріпсіз. Баламызды құлан таза жазып берсеңіз, не сұрасаңыз да беруге әзірміз. Жақсы, баланы көрейін. Мен бұл баланың емін тапқан сияқтымын. Жетімкөл деген жерде аққулар мекен етеді. Аққуды атып, қанатымен ұшықтасаң, бала тез арада жазып кетеді. Менің айтарым осы, мен кетейін. Рахмет, сау болыңыз. Әкесі ау, тәуіпін айтқан естідім. Анам ұтықты алды, аққуды ат. Ей, анасы ау, сен не айтып тұрсың? Аққуды атпа, кесірат деген бар қазақта. Ол тауып қателесіп тұр. Мен ондайға бара алмаймын. Қолдан телеріне шара бар. Баланың көз алдында өлгенін күтіп отырмақсың ба? Әтер мылтықты. Сен бармаса мен барам. Аққуды тиесің, сен намаған тиесің, қолың аяғына төрт бітсе болғаны. Болмайсың, тапа-тал түсте аққуды атып қайсасқан адамсың, айуамысың. Тәуіп, аққуды атсам бала жазылады дейді. Аққуға мылтығыңды көздерде саусағыңды қанаттың ба? Жоқ, қанатпадым. Қарындасым, бәрі еш болды. Құлыным ау, не істедім мен? Кешір мені. Құлыным,